Менің видеом көрінбейді, өйткені камерам істемейді. Тек қана дауысым естіледі және менің презентациям көрінеді сізге. Презентация көрініп тұр ғой, иә? Мен дауысым қалай естіліп тұр? Презентациям көрініп тұр ғой, иә? Видеом көрінбейді. Жақсы, онда бастай берейін, иә? Барлығыңызға кеш жарық. Мен есімім Нұрмагамбетова Кенжігүл. Мен декреттегі анамын, 2 балам бар. Қазір осы жобаға мен Инстаграм арқылы келгенмін. Қазір мен директор дәрежедемін. Көп партнерларда, новичоктарда отрыв дегенне, екінші ветка дегенне, оны қашан бастау керек, табыс қалай төленеді, сондай сұрақтар туындап жатады, иә? Міне бүгінгі вебинарымда осы сұрақтарға мен жауап беруге тырысамын. Бүгінгі, яғни вебинардың тақырыптары осы: маркетинг план. Бастамай тұрып айтып кетейін. Есіңізде болсын, біздің жұмыс барыс кезінде уставты қолдану керекпіз, я сақтау керекпіз. Тіркелген консультантты қайтадан тіркеуге болмайды. Негізі собеседование кезінде адамдардан сұраңыздар, бұрын тіркелген ба, әлде туыстардың біреуі тіркелген ба, соны сұрау керек. Егер тіркелген болса, онда мысалы горячий линияға звондап білуге болады, қашан терминацияға кетті ма, немесе қашан кетеді, қашан қайтадан тіркелуге болады, соны білу керекпіз. Яғни тіркелген консультантты қайтадан тіркеуге мүлдем болмайды. Және де басқа топтардан консультанттарды өзіңіздің командаңызға шақырмаңыздар. Бұл переманивание деп есептеледі, бұны жасауға да болмайды. Сосын ата-ана, күйеуіңізді, балаларыңызды дәл астыңызға бірінші линияға тіркеу керек. Егер мысалы сіз өзіңіздің күйеуіңізді немесе балаңызды тіркейін десеңіз, немесе мамаңызды, яғни екінші веткаға тура дәл өзіңіздің астыңызға бірінші линияға тіркейсіз. Тіркеу кезінде адамның мәліметтерін дұрыс жазып, қатесіз толтырыңыздар. Қыздар, мен көрінбеймін, өйткені менің камерам істемей жатыр. Тек қана слайдым көрінеді және дауысым естіледі. Ал енді қараңыздар, ең алдымен мен айтып кетейін, веткаларды қалай құрған дұрыс. Міне қараңыздар, сол жақта тұрған бұл ромашка дейміз біз, яғни бұл адамдарды, барлық келген адамдарды тура өз астыңызға мысалы тіркейді. Басқа компаниялар міне осылай адамдарды тіркейді. Мысалы мен осы каталогта 5 адам әкелдім ма, сол 5 адамды тура бәрін өз астыма ғана тіркеп тастадым. Келесі каталогта да мысалы 10 адам әкелдім ба, бәрін тек өз астыма ғана тіркедім. Міне бұл ромашка, яғни ромашка, бұл дұрыс емес нұсқа. Дұрыс нұсқасы міне морковка дейміз, яғни бір-бірінің астына. Міне біз осылай, оң жақтағыдай осылай адамдарды тіркейміз, бір-бірінің астына цепочка ретінде. Сонда мысалы мен 5 адамды алып келсем, сол бір-бірінің астына цепочка ретінде тіркеймін. Сол кезде ғана команда тұрақты болады, команда өсіп отырады, және де тез рост болады. Ал енді ары қарай кеттік. Мысалы новичок тіркелді, онда сразу новичокта көп сұрақтар туындайды. Қалай бастаймын, неден бастаймын, адамдарды қайдан табам, соншама адамды. Қорықпаңыздар, команданы біз бәріміз бірге команданы құрастырамыз, яғни спонсор сізге басында сізге көмектеседі. Міне қараңыздар, бұл суретте көрсетілген. Мысалы, сіздің спонсорыңыз сізді тіркеді, келесі адамды спонсор сіздің астыңызға тіркеді, сосын сіз тіркедіңіз, сол команданың басқа мүшесі сол цепочкаға тіркеді. Міне солай цепочка кете береді. Осылай команда тез өседі, өйткені цепочка ретінде. Және де мысалы адамдар мысалы тіркеледі да, уже сразу мысалы сол күнде 6%-ке шығуы мүмкін, кейбіреулер таңғалады. Қалай мен жаңа ғана тіркелдім, уже мысалы 3%-ке немесе 6%-ке шығып қалдым. Өйткені осылай біз цепочка ретінде тіркейміз. И адамдар осында өскенін көреді, олар ешқайда кетпейді, уже істегісі келеді, қызығушылығы болады.
Так, ары қарай кеттік. Қараңыздар, бізде 22% деген уровень бұл старший менеджер деп аталады. Старший менеджер ашық дәрежедегі директор. Яғни сіз осы дәрежеге жеткенде сіз жеке кәсіпкер болып, компаниямен келісім шарт жасап, табысыңызды карточкамен алып отырасыз әр 3 апта сайын. Енді 22% дәрежеге дейін маркетинг жоспарды айта кетейін. Осы картинка бәріңізге таныс шығар, я? Мына картинкада уровеньдар көрсетілген. Қараңыздар, 3%, 6, 9, 12, 15, 18, 22%. Сосын бонус балдары көрсетілген. Кешіріңіздер, енді қараңыздар, бұл лестницада көрсетілген 3% деген 6-9 бұл дәреже, 22%-ке дейін бұл уровеньдар, дәрежелер. Сосын 150, 450, 900 дегендер бұл бонус бал. Командамен жиналатын бонус балдар. 2300, 4300 дегендер бұл көлемдік жеңілдік. Көлемдік жеңілдік деген бұл біздің табысымыз. Енді 22... Лаура, кел. 22 дәрежеге дейін маркетинг жоспар осындай болады. Енді қараңыз, мысалы, мен көрсетіп тұрмын, сіз Алияны тіркедіңіз, сіздің спонсорыңыз Асимді тіркеді, Алия Баянды тіркеді, сіз Арайды тіркедіңіз, Алия Галияны тіркеді, Галия Жананы тіркеді. Міне, бұл жерде маңызды емес, кім тіркеді, кім әкелді ол кісіні, кім тіркеді ол кісіні, ол сіздің астыңызда болса, ол сіздің командаңыз болып есептеледі. Ол мейлі 20 балға, 50 балға заказ жасаса да, ол сіздің командалық тауар айналымға қосылады. Енді қараңыз, мысалы, даусым естіліп тұр ма, қыздар? Даусыңыз естілмей қалды деп жазып жатыр. Даусым естіліп тұр ма? Енді қараңыздар, мысалы, сіз өзіңіз 150 бал жасадыңыз, Алия 170 бал жасады, Асим 250 бал жасады, Баян 30 бал, Арай 80 бал, Галия 90 бал, Жанна 150 бал. Енді балдар астынан үстіне қарай саналады. Мысалы, сізге Алиядан бастап Жаннаға дейін саналады. Сонда сіз Алияның, Асемнің, Баян, Арай, Галия, Жананың балдары сізге есептеледі. Сіздің КТА деген бұл командалық тауар айналым. Командалық тауар айналым сізде 920 бонус бал. Яғни сіз 9%-ке шығасыз. Алияға Асемнен бастап Жанаға дейін есептеледі. Алияда командалық тауар айналым 750 бонус бал. 6%-ке шығады. Асемге Баяннан бастап Жанаға дейін есептеледі. 600 бонус бал, 6%. Баянға Арайдан бастап Жанаға дейін есептеледі. 350 бонус бал, 3%. Арайға Галия мен Жананың балы есептеледі. 320 бонус бал, 3%. Галияға тек қана Жананыкі есептеледі. Қараңыздар, мұнда мысалы Галияға Арай, Баян, Асем, Алияның балдары есептелмейді. Өйткені ол кісілер Галияның үстінде тұр. Галияға Жананың балы ғана есептеледі. Оныкі 240 бонус бал, 3%. Жана өзі 150 бал жасады, 3%-ке шықты. Дауыс естілмесе, қайтадан шығып, қайтадан кіріп көріңіздер. Ары қарай кеттік. Міне мұнда көрсетілген дәреже, міне бонус бал, көлемдік жеңілдік. Енді қараңыздар, мұнда мысалы сіз тұрсыз, сіз 150 бонус бал жасадыңыз. Сізде екі веткаңыз тұр. Міне Алия және де Асем. Асем 150 бал жасады, Асем 2 адам тіркеді, Арай мен Баян. Баян 150 бал жасады, Арай 100 бал жасады. Сонымен Асемде командалық тауар айналым 770 бонус бал, ол 6%-ке шығып тұр. Енді Алияда да 2 адам, Галия 100 бал жасады, Жана 250 бал жасады. Алияда командалық тауар айналым мысалы 900 бонус бал, ол 9%-те тұр. Енді сізде қалай табыс төленеді, енді қараңыз. Сізде командалық тауар айналым, яғни
Әсемнің 770 бонус балы және де Алияның 900 бонус балы сізге қосылады. Сізде командалық тауар айналым 1820 бонус бал. Сіз 12%-ке шығып тұрсыз. Енді айлық қалай төленеді? Көлемдік жеңілдік қалай төленеді? Қараңыздар. Сіз 12%-те тұрсыз, Әсем 6%-те тұр. Көлемдік жеңілдікті компания әрқайсына бөліп береді. Кім қалай жұмыс жасады, солай бөліп береді. Қараңыздар. Сіз 12%, Әсем 6%. 12 минус 6, 6%. Яғни сіз Әсемнің тауар айналымынан 6% аласыз. Алия 9%-те тұр. Сіз 12%-тесіз. 12 алу 9, 3%. Сіз Алияның тауар айналымынан, командалық тауар айналымынан 3% аласыз. Енді қараңыз, мысалы, бір бонус бал 170 теңге дейік. Алияда командалық тауар айналым 900 бонус бал. 900 бонус бал көбейтеміз 170, бұл шамамен 153 мың теңге. Яғни Алияның екі веткасынан шыққан командалық тауар айналым 153 мыңға жасады. Енді Әсемде командалық тауар айналым 770 бонус бал, оны 170 теңгеге көбейтеміз. Сонда Әсемнің командасы 130.900 теңгеге тауар айналым жасады. Енді сіз Алияның командалық тауар айналымынан 3% аласыз, разницасын. 12 минус 9, 3% аласыз. 153 мың теңге бұл Алияның командасын жасалған тауар айналымы. Сол 153 мың теңгеден тек қана Алияның өзінен ғана емес, оның командасынан жасаған тауар айналымынан 3% аласыз. Содан шамамен 4590 теңге. Әсемнің командалық тауар айналымы 130.900 теңге, оның командалық тауар айналымынан 6% аласыз, 7854 теңге. Өзіңіздің тауар айналымынан 12% қайтарылады, 150 балсыз жасадыңыз, сонда 25.500 теңгеге сіз заказ жасадыңыз, Бұл отобъем продаж дейді, за минусом НДС алынады. Яғни 25.500 теңгеден 12% 3060 теңге. Сосын сізге сіз 100 балдан көп жасағансыз, сізге 5% премьер клубтың бонус төленеді. Бұл шамамен 1275 теңге. Сонда сізге 4590 қосу 7854 Әсемнің командалық тауар айналымынан, өзіңіздің тауар айналымынан 3060 теңге және 1270 теңге қайтарылады. Сонда сізге шамамен 16770 теңге төленеді. Қараңыздар, бұл лицада 12% менеджер, мұнда 16300 теңге көлемдік жеңілдік алады. Міне шамамен осылай бізде де шығып тұр 16779 теңге. Так. Енді қараңыздар, көлемдік жеңілдік кімдерге төленеді, және де отрыв не үшін қажет, соны түсіндіріп өтейін. Компанияның шарты бойынша көлемдік жеңілдік өздері жеке 150 балл жасаған адамдарға және де отрыв барларға төленеді. Мысалы, қараңыз, Алия тіркеліп тұр, Алияның астында Әсем, сосын Галия, Сауле, Мақпал, Аянара, осылай цепочка ретінде тіркеліп тұр, Енді Алия өзі 200 балл жасады, командалық тауар айналым 1850 бонус балл. Ол 12%. Алияға Әсемнен бастап Камилаға дейін бонус балдары қосылып тұр. Енді Әсем өзі 150 балл жасады, командалық тауар айналым 1650 бонус балл. Ол 9%. Галияға Сауледен бастап Камилаға дейін есептелінеді. Өзі 150 балл жасады, командамен 1500 балл жасап, 9%-ке шығып тұр. Сауле өзі 100 балл жасады, командамен бірге 1350 балл жасап, 9%-ке шығып тұр. Мақпал 200 балл жасап, командамен 1000
Даусым естіліп тұр ма? Слайдым көрініп тұр ғой, иә? Онда ары қарай жалғастырайық. Қараңыздар. Енді бұл жерде түсінікті, иә? Енді отрыв деген бұл өзіңіздің астыңызда тұрған адамдар бір сатты жоғары тұру. Мысалы, қараңыз, Алия 12%, Асем 9%. Алияда отрыв бар, өйткені Асем 9% болса, Алия онда 12% болу керек. Яғни отрыв болу керек. Бір сатысы бір дәрежеде жоғары тұру керек. Сонда көлемдік жеңілдік төленеді. Және де компанияның шарты бойынша жеке тауар айналым 150 балл жасау керек. 150 балл немесе одан жоғары жасау керек. Енді қараңыздар, Алияда отрыв бар. Асем 9%, оның астында Галия 9%. Асемде отрыв жоқ. Галия 9%, да, Сауледа 9%. Бұл жерде қараңыздар, бонус балға қарамайды, уровеньға қарайды, дәрежеге қарайды. Мысалы, Галияда 1500 бонус бал, Сауледе 1350 бонус бал. Галияның бонус балы жоғары болса да, бірақ ол 9%, Сауледа 9%. Бұл жерде отрыв жоқ. Сауле 9%, Мақпал 9%, отрыв жоқ, Мақпалда да отрыв жоқ, Аяна да жоқ. Енді қараңыздар, Арайда отрыв бар, өйткені Арай 9%, Дария 6%. Бірақ Дарияда уже отрыв жоқ, өйткені Камила екеуі бір дәрежеде тұр. Сонда отрыв болады, 1% жоғары болу керек. Көп новичоктарда, мысалы, басында отрыв болмай қалады, бірақ оған отрыв жоқ деп настроениеңді түсірмеңіздер, өйткені отрыв басында барлығында болмайды, және өйткені біз тез өсеміз, сосын барып отрыв жасау үшін не істеу керек, мен қазір айтамын. Енді барлық лидерлерда ең басында отрыв болмаған. Енді қараңыздар, Алия кімге қандай табыс төленеді енді? Қараңыздар, Алия өзі 200 балл жасады, 150-ден жоғары. Алияда отрыв бар. Алия 12%, Асем 9%. 12 алу 9, 3%. Яғни Алия Асемнің командалық тауар айналымынан тек қана Асемнен ғана емес, яғни Асем, Галия, Сауле, Мақпал, Аяна, Арай, Дария, Камила, яғни Асемнің командалық тауар айналымынан 3% көлемдік жеңілдік алады. Және 12% өзінің тауар айналымынан қайтарылады, және де 5% премьер клуб бонусы қайтарылады. Енді Асем 150 балл жасады, бірақ онда отрыв жоқ. Асем тек өзінің тауар айналымынан, өзінің жеке тауар айналымынан 9% және премьер клубтың бонусын 5% алады. Галия 150 балл жасады, бірақ Галияда да отрыв жоқ. Галия, Сауле, оларда өзінің қандай дәрежеде тұр, сол дәреженің процентін алады, және де премьер клуб 5% бонусын алады. Мақпал бұл жерде 200 балл жасады. Аяна да, оларға да тек қана өз тауар айналымынан ғана процент қайтарылады. Енді Арайда отрыв бар, өйткені ол бір сатысы жоғары тұр, Дариядан. Яғни Арай 9%, Дария 6%. 9 минус 6, Арай Дарияның командалық тауар айналымынан 3% алады, және де өзінің тауар айналымынан 9%, және 5% премьер клуб бонус қайтарылады. Камила бұл жерде ештеңе алмайды, өйткені Камила 150 балл жасаған жоқ, 20 балл ғана жасады. Мысалы, кейбір новичоктар айтады, мен мысалы 9%-ке шықтым, маған неге соншама аз көлемдік жеңілдік түсті. Өзі мысалы 150 балл жасамаса, оған көлемдік жеңілдік аз түседі. Олар мысалы 100 балдан кем жасағандар, мысалы бұл жерде Дария, Камила,
олар мысалы оларға ештеңе төленбейді, тек қана 20% жеңілдік болады продукцияға. Өйткені олар компанияның условиясы орындамады, 150 балл жасамады. Олар команданың арқасында өсіп отырады, бірақ көлемдік жеңілдік алмайды. 100 балл жасағандар, мысалы Сәуле мында 100 балл жасап тұр, ол команданың арқасында өсіп жатыр, 9%-ке шықты команданың арқасында, бірақ оған тек өз тауар айналымынан ол 5% премьер клубтың бонусы түседі. Өйткені 100 балл жасағандар премьер клуб мүшесі болып есептеледі. Және де өзінің тауар айналымынан процент қайтарылады. Енді қараңыз, отрыв жасау үшін не істеу керек, және де екінші ветканы қашан ашу керек. Мысалы, көп партнерлар сұрайды, екінші ветканы қашан ашқан дұрыс, қашан ашамыз деп. Егер мысалы сіз бірден келе салысымен екінші веткаңызды бастап кетсеңіз, сіз екі ветканы қатар ала алмайсыз. Сізде әлі опыт жоқ, тәжірибе жоқ. Сіздің ол веткаңыз өспей қалады артынан. Поэтому біз әуелі ең алдымен спонсормен бірге, бірінші ветканы спонсормен бірге, командамен бірге құрастырамыз да, кішкене тәжірибе алып аламыз, өсіріп аламыз, сосын барып екінші ветка бастаймыз. Қараңыздар, мұнда мысалы әуелі сол жақтағы, оң жақтағы веткаға тиіспейміз, сол жақтағы ветканы қарайық. Алия тұр, Алия 200 балл өзі жасады, оның командалық тауар айналым 2300 бонус балл болып тұр. Мен мына жерге балдарды жазған жоқпын. Енді мына кісілер тауар айналым жасады ғой, бірақ мен оларды жазған жоқпын. Командалық тауар айналым 2300 бонус балл болып тұр, ол 12%-те шығып тұр. Алияның бірінші веткасында Асем тұр. Сол Асем 1900 бонус балл жасады командамен бірге, ол да 12%-ке шығып тұр. Енді Алияда отрыв жоқ, көбісінде солай болады. Мысалы, біз бір-екі каталогта сразу 12%-ге көтеріп аламыз, сосын уже барып екінші веткамызды жасаймыз. Енді қараңыз, Алия көлемдік жеңілдік алу үшін, отрыв жасау үшін екінші ветканы бастайды. Міне, Арайды тіркейді, оң жақтағы ветка Арайды тіркейді, сосын Дарияны тіркейді, сосын Арай мысалы Камиланы тіркейді. Екінші ветканы да, ол екінші ветканы өзі өсіреді. Мысалы, Арайды тіркеді ма, сол Араймен бірге тіркейді. Сосын Дария, Камил үшеуі бірге шақырады. Не солай, сол екінші веткадағы командалық мүшелермен бірге сол екінші ветканы жинайды. Мынау Асем, Галия бірінші веткадағы адамдар, екінші веткасына қатысы жоқ мысалы. Екінші ветканы өзі жинайды. Уже кішкене опыт алып алған Алия, бизнесті түсінген, маркетинг планды түсінген, собеседование жүргізе алады. Міне сол кезде уже екінші ветканы бастайды. Енді Арай екінші веткасында, мысалы, оның командалық тауар айналым 970 бонус балл болып тұр, 9%-ке шығып тұр. Сонда Алияға Асемнен 1900 бонус балл, және де Арайдан 970 бонус балл, өзінікі 200 бонус балл қосылады. Алияда 3270 бонус балл болып, Алия 15%-ке шығады. Сонда Алияда Асемнен отрыв болады. Асем 12%-те, Алия 15%-ке шығады. Енді екінші ветканы қашан бастаған дұрыс? 9 немесе 12%-ке шыққанда, менеджер болғанда, сізде кішкене тәжірибе алғанда, мысалы бизнестің мәнін түсініп, маркетинг планды түсініп, собеседование өткізе алатындай, сосын қарсылықпен қалай жұмыс жасау керек, соның бәрін үйреніп алғаннан кейін, және де осы бірінші веткаға активный, ключевой партнерларды қосқаннан кейін ғана екінші ветканы бастайсыздар. Өйткені бірінші ветканы да өсіру керек. Мысалы, Алия бұл жерде Галия мен Мақпал, мысалы, мына жерде активны болып тұр. Активны адамдар деген, бұл тек қана заказ жасап отырған адамдар емес, немесе заказ жасамай тек адам тіркеп жатқан адамдар ғана емес. Активны адамдар деген, ключевой партнерлар деген бұл жеке тауар айналым жасап жүрген, және де адамдарды тіркеп жатқан ключевой партнерлар. Және де олар уже өздері самостоятельно, мысалы, собеседование жүргізе алатын, адамдарды өздері тіркей алатын, сондай адамдар, мысалы, 4-5 адам шыққанда, сонда сіз барып екінші ветканы ашасыз.
Енді қараңыздар, көлемдік жеңілдік неге байланысты? Мысалы, кейбір көп партнерлар мысалы бір дәрежеде тұрады, иә, мысалы, мына жерде мысал ретінде мен көрсетіп тұрмын, мынау адамдар бір дәрежеде. Мейлі олар бір веткада болсын, немесе басқа веткалардан болсын, бірақ бір дәрежеде тұр. Енді кейбіреулер мысалы айтады, иә, мен мысалы 15%-те тұрмын, арайда 15%-те, неге оның жалақысы менен көбірек, біз бір дәрежеде тұрмыз, менікі неге аздау оған қарағанда. Үшіншісі айтады, менде вообще көлемдік жеңілдік түспеді, неге олай дейді, иә. Ол үшін маркетинг планды білу керексіздер. Көлемдік жеңілдікіне қараңыз, Алия мысалы 15%-те тұр, оның командалық тауар айналым 4600 бонус балл. Арайда 4000 бонус балл. Дарияда 3700 бонус балл, Камилада 3200 бонус балл, Галияда 3000 бонус балл. Ең бірінші бұл командалық тауар айналымға байланысты, яғни бонус балға байланысты. Өйткені сізге процент командалық тауар айналымнан төленеді. Мысалы, бір дәрежеде тұрып, 15%-те тұрса да, олардың қараңыздаршы, бонус балдары әртүрлі болып тұр. 15%-те бізде 3000 бонус балл, яғни 3000-нан 4999 балға дейін. 5000 бонус балл уже 18% болады. Міне, ең бірінші бонус балға байланысты, өйткені мысалы Алияда 4600 бонус балл, мына жерде мысалы Галияда 3000 бонус балл. Әрине, Алияда тауар айналым көбірек болады, өйткені оның балдары көбірек. Енді екіншісі бұл жеке тауар айналымға да байланысты. Мысалы, Алия өзі 150 балл жасады, Ара 150 балл жасады, Дария 100 балл жасады, Камила 70 балл жасады, Галия 200 балл жасады. Бұл жерде мысалы, так, және де отрывқа байланысты. Мысалы, Алияда отрыв бар, Арайда отрыв жоқ. Мына жерде Алия жасы көлемдік алады, өйткені ол өзі 150 балл жасады, және де онда отрыв бар. Және де командалық тауар айналым 4600 бонус балл. Арай тура сондай дәрежеде тұр, оның командалық тауар айналым 4000 бонус балл, өзі 150 балл жасады, бірақ онда отрыв жоқ. Ол жерде көлемдік жеңілдік алмайды, тек қана өзінің жеке тауар айналымнан ғана процент түседі. Дария 100 балл жасады, ол да 15%-те отрыв бар. Мысалы, Дарияда айту мүмкін, я, мен 15%-те тұрмын, менде отрыв бар, маған неге соншама аз көлемдік жеңілдік түсті, өйткені ол 100 балл жасады. 100 балл жасаса, ол тек қана премьер клубтың бонусын ғана алады. Егер мысалы Дария тағы қосып 50 балл қосып 150 балл жасаса, онда уже көлемдік жеңілдік алар еді. Камила 70 балл жасады, отрыв бар, 15%-те. Камила айту мүмкін, маған вообще ешқандай көлемдік жеңілдік түскен жоқ. Неге? Мен 15%-темін деді. Өйткені Камила команданың арқасына шыққан шығар, өзі кішкене жеке тауар айналымды дұрыс жасаған жоқ, 70 балл ғана жасады. Мүмкін компанияның шартын білмейтін шығар, маркетинг планды білмейтін шығар, 70 балл ғана жасады, ол ешқандай көлемдік ала алмайды. Енді Галияда отрыв бар, өзі 200 балл жасады, ол да жасы көлемдік жеңілдік алады, өйткені отрывы бар, және де өзі 150 балдан жоғары жасады. Міне, осы факторларға командалық тауар айналым, жеке тауар айналым, бонус балл, отрыв, осы факторлар жаңағы көлемдік жеңілдікке әсер етеді. Бұл мен мысал ретінде ғана көрсетіп тұрмын, Арайда отрыв жоқ деп. Мысал ретінде сіздер түсіну үшін. Жеке директор, я, жеке кәсіпкер болады, компаниясын келісім шарт жасайды, табысыңызды әр 3 апта сайын уже карточкамен алып отырасыз. Және де сізге жеке кабинетке әр каталог сайын компания көлемдік жеңілдік қалдырады заказға, қалған ақшаны сізге аударады. 22%-ке қалай шығады? Мысалы, сізде екі ветка тұр, я, бірінші веткада Арайда. Арай 18%-те 5300 бонус балл, Дарияда 12%, 2200 бонус балл. Сізде өйткені Арай 22%-те емес,
естіліп тұр, иә. Қай жерде тоқталдық? Мынау кестені түсіндіргенде даусым естіліп тұрды ма? Так, золотой, иә. Жарайды, онда мынадан бастайық, иә. Не қараңыздар, егер сіздің дәл астыңыздағы тұрған, мысалы, бірінші веткадағы адам 22%-ке шықса, енді сізде екінші веткаңызда 15% болу керек, 3000 бонус балл керек. Сонда сіз старший менеджер с отрывом шығасыз. Әжептәуір көлемдік жеңілдік аласыз. Компания бізге әрбір 22% группа үшін 5% директорский бонус төленеді. Мысалы, мына кестеде мысалы көрсетіліп тұр, қараңыздар. Енді ары қарай кеттік. Старший директор уровень деген бұл персональный группада 7500 бонус балл. Персональный группа деген бұл әлі 22-ге шықпаған группа. Мысалы, мына жерде Алия 22-ге шығып тұр, ол директорская группа. Асем 15% бұл персональная группа, және де Галия 15% персональная группа. Яғни Асем мен Галия бұл сіздің персональный группаңыз, өйткені ол әлі 22%-ке шықпаған. Асем мен Галияның балын қосқанда сізде 7500 бонус балл болып тұр. Сіз старший директор дәрежені ашасыз. Старший директор деген бұл мысалы бір директорская группа 22%, және де персональный группада 7500 бонус балл болу керек. Енді мында қараңыздар, золотой директор деген бұл екі веткаңыздан 22% старший менеджер шыққанда сіз золотой директор уровеньға шығасыз. Сіз директордан бірден золотой директорды ашсаңыз, бұл жерде автоматически түрде старший директорды да ашасыз, 2 премияны аласыз. Бұл жерде премия $2000, және де золотая конференцияға қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Менің даусым жақсы естіліп тұрма? Так, енді бұл жерде 3 директорская группа. Кімде дауыс естілмейді, шығып қайтадан кіріңіздер, әйтпесе. Так, бұл жерде 3 директорская группа, 3 веткаңыздан 22% шыққанда сіз старший золотой директорды ашасыз. Бұл жерде премия $3000, және де золотой конференцияға қатыса аласыз. Бұл жерде 4-22% группа, сіз сапфировый директорды ашасыз. Қараңыз, сізде бұл жерде 4 группаңыз, әрбір группадан сіз командалық тауар айналымнан директорский бонус аласыз 5%-тен. Және де оның астынан да директорлар шықса, ол жерден де сіз бонустарды алып отырасыздар. Сапфировый директордың жалақысы жақсы болады, өйткені бізде бірнеше қыздарымыз бар сапфировый директор, олардың жалақысы 500-700 мың теңге әр апта сайын. Және де премия $4000. Ары қарай 6 директорская группа, 6 веткаңыздан 22% шықса, сіз бриллиантовый директор уровеньға шығасыз. Бриллиантовый директордың айлығы шамамен 800 мыңнан жоғары болады әр апта сайын. 800 мың, миллион. Бұл жерде премия $6000, золотая конференцияға, бриллиантовый конференцияға қатыса аласыздар. Енді ол жерде отрыв керек емес. Золотой директор уровеньнен бастап отрыв керек емес. Енді қараңыздар, бұл жерде мен сұрақтарға кейін жауап беремін, жақсы ма? Бұл таблицада енді көрсетілген, қараңыздар. Егер сіздің партнерларыңыз 25 балдан жасап отырса, 3%-ке шығу үшін 6 адам керек, өйткені 6 көбейту 25. 50 балдан жасаса 3 адам керек, 100 балдан жаса 2 адам керек, 150 балдан жаса 1 адам керек. Сіз өзіңіз жалғыз 150 бал жасап, 3%-ке шыға аласыз. Міне солай көрсетілген, мысалы 22% қарасақ,
әрбір адам 25 балдан жасап отырса, онда 300 адам керек. Егер 50 балдан жасаса 150 адам керек, 100 балдан жасаса 75 адам керек, 150 балдан жасаса не бары 50 адам керек, 250 балдан жасаса 30 адам керек. Сонда 7500 бонус балл болады. Міне сондықтан да біз айтамыз, 150 бонус балл бұл тез өсу жолы. 50 адам, мысалы, командамен бірге жинаған 50 адам 150 балдан жасаса, сіз 22%-ке бірақ рет төленеді. Мысалы, директор дәрежені жапқан кезде $1000 төленеді. Бұл айлықтан бөлек төленетін премия. Старший директор жапқанда $1500. Золотой директор 2 ветканы 22%-ке шыққанда $2000 премия. Старший золотой директор 3 ветканы 22%-ке шыққанда бұл дәрежелерді жапқаннан кейін сізге премия төленеді. Старший золотой директор $3000. Осылай міне қараңыздар, премиялар өсіп отырады. Қыздар, дауысым бар ма? Дауысым шығып тұр ма? Бар. Енді қараңыздар, біз осыған жету үшін, жақсы көлемдік алу үшін не істеуіміз керек? Жобаның негізі бұл жеке тұтыну. Сіз қазір онлайн дүкеннің иесісіз, иә? Енді даладағы дүкен бұл сізге конкурент болады. Сіздің мақсатыңыз дүкен ауыстыру. Яғни өзіңізге қажет заттарды өзіңіздің интернет-магазиннан, Oriflame компаниясынан 20% жеңілдікпен алып отырасыздар. Және де тұтынушылар желісін дамытамыз. Яғни өзіміз сияқты немесе потребитель, немесе бизнес-партнер, немесе кейбіреулерге мысалы просто продукцияға келеді, кейбіреулер потребитель ретінде келеді, кейбіреулер бизнес-партнер ретінде келеді, бизнес құруға келеді. Балға заказ жасадыңыз. Сіздің 150 балыңыз, мысалы, бірінші заказыңыз 30 000 теңгеге шықты. 30 000 теңге төледіңіз, сізге көлемдік жеңілдік 2300 теңге түсті. Сіз 30 000 теңге төлейсіз. 6%-ке шығасыз, келесі сіз заказға 27 теңге төлейсіз. 6%-ның көлемдік жеңілдігі сізге 4300 теңге түседі. Сосын 9%-те сіздің 30 000 заказыңыз шықты, 150 балыңыз. Жаңағы өткен каталогтан түскен көлемдік жеңілдігіңіз алынады 4300 теңге. Сонда сіз заказға 25700 теңге төлейсіз. 12%-те, мысалы, 30 000 заказын сізге не бары 21700 теңге төлейсіз. 15%-те, мысалы, 30 000 заказын сіз 13700 теңге төлейсіз. 18%-те 30 000 заказын сіз 12 000 теңге төлейсіз. Және де 12 000 теңгеңіз жеке кабинетіңізде қалады, көлемдік жеңілдік. 22%-ке, мысалы, шығасыз, 30 000 заказын 12 000 теңге төлейсіз. 27 000 теңге көлемдік жеңілдік қалады. Келесі каталогта, мысалы, 22%-те сіз 30 000 заказын 12 000 теңге төлейсіз. Өткені көлемдік жеңілдік алынады, 82 000 теңге қалады. Сонда қараңыз, 12 000 теңге, 27 000 теңге, 82 000 теңге бәрі қосылып 121 000 теңге. Және де 22%-ның айлығы 100 000 теңгедей. Сіз ИП ашқаннан кейін сізде бұл барлық ақша ешқайда кетпейді. 100 000 және 121 000 теңге сізге карточкаңызға аударылады. Карточка ашқаннан кейін сізге уже әр каталог сайын компания
мысалы 20-25 мың теңгедей жеке кабинетіңізге заказға қалдырады, қалған ақшаны сізге карточкаңызға аударып отырады. Барлықтарыңызға көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Қыздар, сіздерде дұрыс көрінбесе, естілмесе, ол сіздің интернетіңіз дұрыс болмай отыр. Артынан запись көресіздер. Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Көлемдік жеңілдік қалай есептелінеді? Отрыв деген не? Екінші ветканы қашан бастаймыз? Осы сіздерге түсінікті болды ма? Отрыв деген не? Неге мысалы кейбір партнерлар бір уровеньда тұрып, көлемдік жеңілдіктері әртүрлі болады, сол түсінікті болды ма сізге? Онда барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Маркетинг планды жақсылап біліп, түсініп алыңыздар.